Бұрын отбасылы болып, кейін сот арқылы ажырасып, бала өз анасына қалсын деген шешім шығарып, бала кейін әкесімен кездесулердің бірінде өз анасынан жәбір көргендігі анықталып, сот арқылы қайта бала өз әкесіне өткендігі жайлы ақпарат кеше жоғарғы соттың ресми сайтына шыққан екен. Қазір мен осында сілтемесін қалдыратын боламын. Бала өз әкесінде, өз әулетінде қалу керек деп айтып шыққан сайын, әсіресе ажырасқан әйелдер, сонда баламыз өгей ананың қолында өлу керек па деп жамандықты шақырып жазып жатырсыңдар. Ол әулеттің үлкені де, кішісі де сол ішіңе шыққан баланың өз қаны, өз сүйегі екенін білгендерің дұрыс. Өз әулеті өз қанын ешқашан өлтірмейді. Ал бала өзіңмен кетсе, өзіңнен басқа ешкімге сыймайды. Ажырасқаннан кейін бала түгілі өзің де өз төркініңе әрең сиясың. Тіпті кешегі қолына шоқпар алып жүгіріп жүрген шешеңнің өзі сен ажырасқаннан кейін үйіндегі өзің сияқты әйелден ара салмай өзіңе қарсы шығады, немесе үнсіз қалуы мүмкін. Ал бөтендер балаларыңды қу жетім, тас жетім, иттің баласы деген сияқты сөздермен қорлайды. Еркек ашуланса отбасы бұзылады, әйел ашуланса әлем бұзылады деген мақал осыдан шыққан шығар. Ал балаларыңды көрсетпейді деп жүрген жігіттер көрсетпегендігі жайлы сотқа дәлелді түрде арыз жазып, балаларыңызды өздеріңіз қайта алуға құқылысыздар. Себебі әр бала өзге жерде, өзге елде қор болып емес, өз тегінде зор болып өсуі керек.